есіңізде ме менің айтқан Иә, едім сол сұхбат туралы Иә. кеңірек айтып беріңізші. Жаңағы Сирияны барып атыс шабыс соғысты көрген адам өз оқиғасын айтып берді ғой. Сонда мысалы өкіне ма ол, иә? Көзқарасын өзгерткен ба? Ол өкінішін былай жеткізіп жатыр да, менің аяқ қолым сау. Мен Мгм. саумын. А егер мен калека болып келгенде ше дейді. Мгм. бір аяғымнан айырылып келгенде, бір қолымнан айырылып келгенде, екіншіден Қазақстан мені тастаған жоқ, мен ұмытпаймын дейді. Қазақстан мені тастаған жоқ. Басқа мемлекеттер алған екен. Тек қана балдарын алған, ата-анасын алмаған, әкесін алмаған. Бізде әкесін де, шешесін де барлығын алып келді ғой. Біз оңалтумен айналысамыз. Демек біз оларды жау көрмейміз біз. Егер жау көретін болсақ, алып келмес едік қой. Оңалтумен айналыспас едік қой. Оңалту барысы қалай жүреді? Жалпы олар сол кісілер енді көзқарасын өзгерте ма? Енді сенім мәселесі қиын ғой негізі ше. И бір жағынан олар өздерін жаңағы біз адасқанбыз деп ойламайды ғой. Жоқ, оңалту былай болып тұр ғой. Оларға отырғызып қойып, мысалы 4 жылдық білім берілген жоқ қой. Діни білімді айтып отырсыз ба, жоқ жалпы білім ба? Діни білім. Олар діни білім алған жоқ қой. Сәләфилер мысалы, уахабилер болсын, такфирлер болсын, өзінің қатарына адам жинаған уақытта коммуникацияны дұрыстаған олар негізі. Мысалы, қарыз беру, қарызды кешіре салу, жағдайына қарасу, көмек беру, жылы сөз сөйлеу Қазақстанда да. Ар жаққа барғаннан кейін ол бөлек мәселе ғой. Осылай айналып жүрегін жаулады. Енді бұл ол жаққа барды, көзімен соғысты көрді. Адам деген мынандай ғой, біз қателікті мойындамаймыз ғой негізі. Және жеңілгенімізді мойындағымыз келмейді. Енді мысалға бір адам барып, жаңағы айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Сондай болған уақытта енді мойындағым келмейді. Бірақ ондай адаммен психологтар жұмыс істейді. Қалай теріс ағымның, деструктивті ағымның мүшелері қалайынан бауырына кірді, солайынан психологтар жұмыс істейді. Сенім пайда болған уақытта жай ашыла бастайды. Мақсат оның орамалын шештіру емес. Мақсат оның жаңа біреулер сөйтіп ойлайды, бұлар орамал шешіп жоқ, ондай айналыспаймыз. Біз ішіне қалай вирус кірді, соны жай шығарамыз. Ана ауру не дейді? Мысқылдап кіріп, жаңағы не шығады дейді. Ол оңай кіргенімен оңай шықпайды ғой. Әшейін бір тұмаудың өзін 5 күн укол салу керек деген сияқты. Жаңа бір дәрімен антигриппен кетіп қалмайды ғой. Сондай дүниеді. Оңалту осылайынан іске асады. Және оңалту ішінде дінтанушы, теолог, психолог болады. Психологтың түрі болады. Одан кейін социолог болады. Қалай не. Сосын полициядан басқадан адамдар болады. Әйелмен әйелдер жұмыс істейді. Ер азаматтармен ер азаматтар жұмыс істейді. Басқаша айтқанда, енді мидан кетті деп айта алмайсың енді, бірақ бәрібір бір ауытқу байқалады ғой. Сол бала уағыз айтып кете береді, байқадыңыз ба? Себебі бар көрген Бар көрген сол, діни танымы солай қалыптасқан, иә? Мектеп жөндеп оқыған жоқ. Қанша жасында деді, 10-ға толар толмас кеттім деді ме, сондай деді ол.